Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қадірменді өнер сүйер қауым. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы қазіргі қоғам дамуына жаңа серпін әкеліп, барша қазақ ұлтының бір ауыздан қолдауына ие болған тарихи тың бастама болды. Бүгінгі мәдени шарамыздың құрметті қонағы Шығыс Қазақстан облысы Дидар газеті редакциясында ұзақ жылдар қызмет атқарған жазушы, публицист, Қазақстан жазушылар одағының, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Шығыс Қазақстан облысының құрметті азаматы, Аманжолов атындағы ШКМУ құрметті профессоры, жазушы, 2009 жылғы мемлекеттік тілді дамытуға қосқан үлесі мен ерен еңбегі үшін тіл жанашыры 2009 төсбелгісінің иегері Әлібек Қалиұлы Қаңтарбаев бүгін біздің ортамызда. Жалпы әңгіме рухани жаңғыру төңірегінде болып жатыр екен. Бұл 4 жылдығы деп жатырмыз. 17 жылы бұл егемен Қазақстанда шыққан елбасының мақаласы болатын. Бұл кейін бағдарламалық бағыт алды, бағдарламалық рухани жаңғыру деп біздің ұран тастап жүргенімізге 4 жыл болды. Бірақ қаншалықты осы жүзеге асып жатыр? Рухани жаңғырудың негізгі мақсат, мұраты не еді? Біз сол мұраттар талабынан шығалып жатырмыз ба, жоқ па? Гүлжанат, сен айтайын деп отырған, сұрайын деп отырған сол ғой. Енді жалпы рухани жаңғыру деген, рухани жаңару деген, бұл ескі салт дәстүріміз, бұлай тарих шаңының астында көміліп қалған салт дәстүр, әдет ғұрыптарымызды, біздің ұлттық өнерімізді, мәдениетімізді бәрін қағып сілкіп, қайта орнына қою деген сөз ғой. Вопрос. Жалпы осы біздің Шығыс Қазақстан облысы бойынша, қала бойынша, осы рухани жаңғыру бойынша атқарылған жұмыстарға көңіліңіз толып, соған марқайып жүрген сол туралы біраз әңгімеңізді айтып кетсеңіз. Бұның барлығын Гүлжанат қамтып шығуы мүмкін емес. Көп жұмыстар істелініп жатыр, айтып отырмын ғой. Бұл әге билік ай қарап отыр, жұлдыз санап отыр деген әңгіме жоқ бұл жерде. Бұлар да шама шарқынша жұмыс істеп жатыр. Мәселен, мен өзі облыстық ономастикалық комиссияның мүшесімін. Бұл төңіректе, мынау тілдерді дамыту комитеті несі бар, басқармасы. Солар арқылы, мынау облыстық әкімшіліктегі оның әкімнің осы рухани сала бойынша орынбасары бар. Көп жұмыстар істедік. Кешегі күнді, бүгінгі күнді істеп жатырмыз. Мынау қаланың көшелері жөнінде талас тартыс, тіпті кей кезде бас жаққа да барысып, жағадан ұстасып қаламыз. Қанипа Бітебаева замандасымызға, кешегі даңқты қазақтың даңқты педагогы, соған көше берілді. Амур көшесі өзі қызмет істеген ана гимназияның тұсындағы. Енді соған бір мектеп атауын берейік деген ойымыз бар. Ол да облыс әкімінің алдында жатыр. Осы жолықта тағы ономастикалық комиссияның отырысы болатын шығар. Мына Даниал Кенжетаев еңбек демалысында жүрді, басымыз қосылмай қалды. Енді тағы бір басымыз қосылатын, тағы біраз әңгімелеріміз бар. Тіл мәселесі, мемлекеттік мекемелердегі тіл, қазақ тілінің рөлі, одардың қаншалықты рөл атқарып жатыр. Мемлекеттік мекемелердегі адамдардың мемлекеттік тілді пайдалану коэффициенті деген сияқты. Осы сияқты әңгімелер көп. Осының барлығы тоқтап тұрған ештеңе жоқ. Барлығы даму үстінде, қозғалыс үстінде. Жақсы. Біз осы рухани жаңғыру жолында бабалардан мирас болып жеткен, қанымызға, ұлтымызға сіңген, тамырымыздан берілген қасиеттерімізді қайта жаңғырту жолында біршама жұмыстар атқарып келеміз. Өнерде шекер жоқтығын, өнер сахналарына жиі жол тартып бастаған шығармашылық ұжымдар дәлелдеп жүргені бәрімізге аян. Қазақтың ұлттық дәстүрлі ән жыры, төл мәдени мұралары әлем елдерін тамсандыра бастады. Қазақ қашанда өзінің ұлттық өнерімен ұлық. Ендеше бұл жолдағы ізденіс пен жаңа шығармашылық көкжиектері қазақ халқының мәртебесін әркез асқақтата беретіні анық. Солардың бірі бүгінгі кешіміздің тағы бір құрметті қонақтары Әнсалдар ансамблінің өнерпаздарын қошеметпен ортаға шақырамыз.
Сөз ансамбльдің көркемдік жетекшісі, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, дәстүрлі әнші, ағайынды Абдуллиндер атындағы музыкалық колледждің ұстазы Әділ Тұрғанбаевқа беріледі. Рахмет. Ансамбльдің құрылуы туралы айта кетейін. Осыдан 3 жыл бұрын құрылғанбыз. Бұл енді бұл ансамбльдің мақсаты, міндеті өзіміз бәріміз дәстүрлі әнші болған соң, осы дәстүрлерді дәріптеу, осыны көп дауыста айту халық әндерін, енді ол қазаққа тән нәрсе емес, сондықтан енді 2 дауыста кезінде айтылған, бірақ қазір енді біз 4 дауыста, 5 дауыста дәстүрлі әндерді айтуға тырысып жүрміз. Құрылғанымызға 3 жыл болды. Біраз жерге гастроль сапармен аралап қайттық, біраз шықтық. Енді қазір мынау кішкене карантин, пандемия кедергі жасап тұр. Сондықтан енді алдыға қойған мақсатымыз зор, әрине осы өнерді дамыту жолындағы. Ансамбльдің мүшесімен таныстыра кетсек, оң жағынан бастайын. Қайрат Майжаров, біздің осы музыкант жігіт, бұл да әнші, бұл енді біздің шығыс халқы Қайратты жақсы таниды. Оның қасында тұрған жаңағы бұл менің шәкіртім, осы ағайынды Абдуллиндер атындағы өнер училищесін тәмамдап кеткен, менің классымнан. Енді қазір Астанада оқып жатыр, 3-ші курс биыл оқып жатыр, 3-ші курсты келесі жылы Алла қаласа бітіргеннен кейін елге қайтам деген ойы бар. Соған елге келетін шығар деп үміттеніп жүрміз. Қазір Астанада Шабытта оқиды. Шабыт академиясында. Сол жақ қанатында тұрған. Бұл Қадырхан Манай деген арғы беттен, Монғолиядан көшіп келген, осында елге көшіп келген 3-4 жыл болып қалды. Енді бұл сол елде, қазақ елінде, Баянауылда біраз өзінің дәрежесі бар. Сол жаққа танымал болып қалған жігіт. Ол жақтың жаңағы мәдениет қайраткері бар, сол жақтың мәдениет қайраткерін алған. Сондықтан енді алдына келген шайнап түгіп тастай деп тұрған жігіт. Қуаныш Оралбай, бұл енді Семейдің музыкалық училищесін бітірген, Шәкәрім атындағы университетті бітірген, Семейде. Өзіміздің тумамыз, өте өнерпаз, өте талантты жігіт, тамаша әнші, бірнеше дауысты бөліп тастап айтып кете береді. Сондықтан Қуаныш Оралбай деген өте тамаша әнші жігіт. Жалпы енді менің атым Әділ. Таныстыра кетсем осылай. Егер қазақ кім келсе
ойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй деп, адам қазақ, дана Абай қазақтың ән мен күй құдіретін осылай жырлаған. Себебі қазақтың ән мен күйі халқымыздың көне заманнан бері қалыптасқан асыл қазынасы, ұлттық бекзат болмысы, жүрек сыздатқан сағынышы, көңілдің нәзік қылын жертер сезімі, мұң шері, қызық қуанышы. Алыстан серпеп, жүректен терпеп, шымырлап бойға жайылған, қимылын жауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған, толғалы 90 қызыл гүл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзім, кестенің бізім, өрлігін сендей салалымыз. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақира алалмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз қолақ, ой қолақ. Басында ой жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл керден наданның. Көп айтса күнді, жұрт айтса олды, әнелді надан наданның. Бойда қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпас сөз. Атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайын бек көп, айтамын нептеп, сөзімді ұғар елім жоқ. Моласындай бақсылын, жалғызда қалдым тапшылын. Моласындай бақсылын,